құрметтің сыныптастарым, барлықтарыңды мектеп бітірулерімен құттықтаймын. Алдағы уақытта әрқайсыларың өмірде өз жолдарыңды тауып, бақытты болыңдар. Тек қана сәттілік. Құрметті ұстаздар мен оқушылар, қайырлы күн, қадірлі ата-аналар мен қонақтар. Өзің менен өлшеусіз нарқым менің асқары тауып, арқа тұтар алтын белім. Ұядан ұрпағыңды ұшырмаққа қош келдің айналайын халқым менің. Кеше ғана тұлымдары желбіреп, жүректері лүпілдеп, мектеп қабырғасына имене аттаған ұл қыздарымыздың ойы толып, бойы өсіп, алтын ұя мектебімен қоштасқалы отыр. Бұл күн мектеп тарихында, мектеп бітіруші түлектер есінде мәңгі өшпесі анық. Мектеп деген білім кені, жыр кені, мекеніміз, ғылымның ең үлкені, ғылымның да шығар шыңы осы жері, түп қағазы, тұңғиығы осы еді. Жас жүректің өмірлік құштары гүл, бағбан ұстаз, баулыған ұстары бұл. Қоштасып бүгінгі күн ұясынан сол құстардың бір тобы ұшқалы тұрды игілі. Мектебіміздің табалдырығынан үлкен өмірге шыққалы отырған мектеп бітіруші түлектерімізді құрметпен ортаға шақырайық. Алдарыңызда 11-ші Ә сынып оқушылары, сынып жетекшісі Саметова Гаухар Шыңғысхан қызы. Сыныпта барлығы 24 оқушы. Абдужаппар Асқар Алматұлы, Абдуманап Хабибулла Мақсатұлы, Ахметов Бейбіріз, Абубәкір Аман Бақытжанұлы, Батти Дамир Жават, Бекқанат Жанел Тимурғызы, Бекмұрат Бекмахан Еркінұлы, Болатбек Абир Әскерұлы, Қайрат Нұрат Алмасұлы, Ермірзаев Алмас Қайратұлы, Жанабіл Сұлтан Ерлігұлы, Исаева Мадина Сағанбек қызы, Ильясова Диляра Шерязовна, Қырғызбай Аружан Бердібек қызы, Қуанышбекова Айцел Ерлановна, Нұрымова Карина Рашидовна, Мақсат Аязан Мақсат қызы, Сәтбаев Аврам Едігіп, Серікбек Аяулым Қуаныш қызы, Равилда Әмина Айдар қызы, Талғат Төлебей Талғатұлы, Түпбаев Қаратозайым Мәлік қызы, Тұрсын Мұхамед Аларкелдік Жан қызы және Төлегенов Жан. Құрметті оқушылар, санитарлық талаптарға сәйкес арақашықтықтарыңызды сақтасаңыздар, шахматты түрде. Тарих терең, қазақ деген көнелде, ел белгілі де, ерлі көрлі өнерде. Жаһандағы ең жауынгері халықты кім сенеді, ту болмады дегенге. Мектеп қой, еліміздің қаны жаны, мектептен басталады бәрі-бәрі. Бүгінгі мектеппен қоштасу салтанатын шырқалсын Қазақстан әнұраны. Жиын, түзел, пектар, Қазақстан Республикасының мемлекеттік туына сап түзе. Namısan
Бүгін ерекше тебіреніс пен толғанысқа толы күн. Бүгін алғашқы қоңырау мен соңғы қоңыраудың арасын жалғаған 11 жылдың мәреге жеткен күні. Бүгін мектебім, ұстазым деп көңілін қимастық кешкен күн. Бүгін әжең ерке ұланның ер жеткен көрсем деген күн. Бүгін әкең қызым бой жетті деп мақтанған күн. Бүгін анаң ұлым ер жетті деп шаттанған күн. Бүгін ұстазыңның жанында шәкірт болып соңғы рет топталған күн. Бүгін арман қуып алысқа аттанған күн. Бұл күн мектеп тарихында мектеп бітіруші түлектер есінде мәңгі өшпейтін күн. Бүгін Алтыния мектебін бітіріп, болашақтан болашаққа қанат қаққалы отырған, жүректері лүпіл қағып, қуаныш пен қимастық, аңсау мен арман сезімдер араласқан жас түлектер үшін ең бір қымбат, ең бір қимас, ең бір ұмытылмас күн. Бүгін мектебіміздің 61 түлегі жаңа өмірге жолдама алғалы тұрған күн. Ендеше сәт сапар жас түлектер қош айтысып балалық шақ өткен, қош айтысып сүйікті мектебіне тұғырдан түлеп ұшқан жас қырандар. Аттанып, барады өмір көктеміне, ажырамай мектептен бір елісіз. Жақсылыққа жаралған жүрегіңіз сөз берел құрметпен өзіңізге, шәкірттерге арналсын тілегіңіз дей келе, соңғы қоңырау салтанатының алғашқы құттықтау сөзі мектеп басшысы Қоныспаева Құралай Ыстыбайқызына беріледі. Құрметті бүгінгі кешіміздің қонақтары, ата-аналар, ұстаздар және де ортамызда отырған біздің қымбатты түлектеріміз. Бүгінгі мектеп бітіруші түлектерімізге арналған жалпы орта білім туралы аттестат тапсыру мерекелік кешімізге қош келдіңіздер. Бүгінгі күн мектеп тарихында, мектеп бітіруші түлектердің есінде мәңгі өшпейтін, өнері мен білімін өз бойларына өре білген, еліміздің ертеңгі тізгінін қолға алар күн. 2019-2020 оқу жылындағы түлектеріміз мектеп бітіріп, жаңа өмір жолына қадам басқалы тұр. Жылда мектебімізден алтын белгі, үздік үлгідегі аттестат иегерлері жыл санап сандары көбейіп келеді, артып келеді. 2019-2020 оқу жылындағы 61 түлегіміздің мектеп бітіріп, жаңа өмір жолына қадам басқалы тұрғанына бүгінгі келіп отырған қонақтар, әріптестер, ата-аналар куәгер болып отырсыздар. 61 білім алушыларымыздың 15-і алтын белгі, төс белгі иегері атанды биыл оқу жылында. 7-і ерекше үлгідегі жалпы орта білім туралы аттестат иегері болғалы тұр. Осы орайда 11 жыл бойы өз білімін дәлелдеп, бүгін алтын белгі, төс белгі иегері атанып тұрған оқушыларды атауға рұқсат етіңіздер. Әбдіжапаров Асқар, Әбубәкір Аман, Бекқанат Жанел, Ермырзаев Алмас, Жүзбай Ақнұр, Исаева Мадина, Ильясова Диляра, Қырғызбай Аружан, Мақсат Аяжан, Серікбек Аяулым, Қуанышбекова Айсел. Жалпы орта білім туралы үздік аттестат иегерлері Нұрымова Карина, Рабилда Амина, Түпбаева Қаракөз Айым, Айтбай Ақбота, Тұтқышбаева Дана, Бекетова Аружан, Мақабыл Еркежан атты түлектерімізді мақтан етіп айтуға әбден болмақ. Сонымен қатар, биылғы мектеп бітіруші түлектеріміз мектеп, аудан, облыс, республика көлеміндегі сан алуан іс-шараларға белсене қатысып, мектебіміздің абыройын асқақтата білген жастардан болды. Олай болатын болса, бүгінгі, қазіргі мектеп бітіруші түлектеріміздің ортасындағы осы аталған іс-шараларға қатысып,
мектебімізді аудан, облыс, республика көлемінде жоғары биіктерден көрсеткен балаларымыздың атын атап кетуге рұқсат етіңіздер. Қуанышбекова Айсел, облыстық химия пәнінен олимпиададан 3-ші орын иегері. Бекқанат Жанел, республикалық қашықтықтан олимпиада географиядан 2-ші орын иегері. Исаева Мадина, республикалық қашықтықтан олимпиада географиядан 1-ші орын иегері. Рабилда Амина, республикалық қашықтықтан олимпиада географиядан 3-ші орын иегері. Бекқанат Жанел, аудандық пәндік олимпиада ағылшын тілінен 3-ші орын иегері. Сатпаев Аврам, республикалық онлайн пәндік олимпиада математикадан 3-ші орын иегері. Ермырзаев Алмаз, республикалық онлайн математика пәнінен өткен олимпиаданың 3-ші орын иегері, 2-ші орын иегері. Қырғызбай Аружан, осы аталған олимпиададан 2-ші орын. Исаева Мадина, географиядан 2-ші орын. Қырғызбай Аружан, географиядан 2-ші орын. Әбдіжаппар, математикадан 2-ші орын. Рабилда Амина, 3-ші орын. Мақсат Аяжан, географиядан 3-ші орын. Батти Дамир, ағылшын пәнінен 2-ші орын иегері болып. Осы мектебіміздің 11-ші сыныбы бүткіл облыс, республика, аудан көлеміндегі грамоталардың бәрін иелендік қой, қысқасын айтқан кезде. Құтты болсын балалар, жарайсыңдар. Ал енді осы 11-ші сыныбын біз ерекше айтып кетеміз. Өздеріңіз байқап отырсыздар. Мектебіміздегі биылғы 11 алтын белгі иегерінің 10-і осы 11-ші сыныбынан шығып отыр. Сонымен қатар бұл 11-ші сыныбының аудандық волейбол, баскетбол командасына осы сыныптан шыққан құрама команда ауданнан 1-ші, 2-ші орынның иегерлері болды спорт саласы бойынша. Елбасының ертеңгі болашақтың иесі жастар деп айтқан сөзіне қарай, мен жастарға сенемін деген сенімін мінекей бүгінгі біздің түлектеріміз толық дәлелдеп отыр десем қателеспеген болар едім. Тағы да айтып кеткім келеді, құрметті бүгінгі мектеп бітіруші түлектер. Бүгінгі күн бұл ерекше күн. Қанша жасқа келсеңіздер де, қанша жоғарғы оқу орнын бітіріп жатсаңыз да, бұл мектеп бітіру, бүгінгі кеш, ол мәңгі естеріңізде қалады. Құрметті 2019-2020 оқу жылының бүгінгі алдымызда отырған 11-ші сынып оқушылары, сіздерге тілейтінім ең бірінші бастарыңыз аман болсын. Ертеңгі алдарыңызда тұрған ұлттық бірыңғай тестілеуді өздеріңіз қалай қалайсыздар, қалай армандайсыздар, сол балды алып, республикамызға керекті маман иесіне болатындай жоғарғы оқу орнына түсіп, мына төрдің төбесінде отырған ата-ананы, 11 жыл бойы білім берген ұстаздарды сол жақсылықтарыңызбен қуантуға Алла тағала нәсіп етсін. Мерекелеріңіз құтты болсын, барлықтарыңызға ақ жол тілеймін. Қуанышбекова Айселдің орындауында соңғы қоңырау әні қабыл алыңыздар.
айтасың, соңғы қоңырау, соңғы қоңырау, сыңғырлап күнің көңілде тұрау, арманнан асып, толқынды айтасың, төгілгенім ау, аттанар сәтте түріне мынау, қимадым сені, соңғы қоңырау, аттанар сәтте түріне мынау, қимадым сені, соңғы қоңырау, қимадым сені, соңғы қоңырау. Ұстаз деген жарық күні ғаламның Ұстаз деген жарық күні ғаламның, ұстаз деген анасы ол адамның, бүкіл әлем мойындайды еңбегін, сен де одан адам болып жаралдың. Ұстазыңды түсінген сен тереңнен, бар әлемге еңбегімен еленген, сенің бағың өрге қарай өрлесе, ол да бірге қуанышқа кенелген. Сол арқылы сен де өмірді жалғадың, ізгі іс қой ұстаз тілін алғаның. Мақтау болсаң ұстаздардың алдында, ол өзіңнің орындалған арманың. Ұстаз сөзін айтып жүрдік ән қылып, одан басқа жүрген кім бар жаны ғып. Ұстаз деген ұлылардың ұлысы, қасиетті бас иелік мәңгілік. Ортаға 11 жыл тәлім тәрбие берген ұстаздарымызды құрметпен шақырамыз. Қолына қалам ұстатып, алғаш әріп танытқан бастауыш сынып мұғалімдері Ноғайбаева Асия Қалыбековна және Сағындықова Әлия Сағынбекқызы. Сынып жетекшісі химия пәні мұғалімі Сәметова Гаухар Шыңғысхановна. Қазақ тілі пәні мұғалімі Байғозиева Нұргүл Ильясовна. Орыс тілі пәні мұғалімдері Сағындықова Жанна Сандыбаевна, Сыздықова Жанна Ерехановна, Қартағанова Розагүл Калимулиновна, Габдулина Роза Кабировна. Ағылшын тілі пәні мұғалімдері Абдыкадырова Гүлбаршын Идеевна, Жукенова Алмагүл Советовна. Тарих пәні мұғалімі Иманбергенова Майгүл Ракышевна. Биология пәні мұғалімі Сәрсенова Анаркүл Бейсенбаевна. География пәні мұғалімі Көптілеуова Құндыз Көмекбаевна. Физика пәні мұғалімі Женесхан Айнұр. Математика пәні мұғалімі Тұрысбекова Алмагүл Айтқановна. Информатика пәні мұғалімі Каримова Тұрған Сатымхановна және Құлатаева Ләззат Темірәлиевна. Технология пәні мұғалімдері Расулбеков Барат Итимович және Жайлыбекова Бақытгүл Қалыбековна. Дене шынықтыру пәні мұғалімдері Керімбаев Қуандық Тұрлыбаевич және Байжанова Айгерем Алмабаевна. Алғашқы әскери дайындық Сұлтанғазиев Ерболат Абаевич. Өзіңізді тану пәні мұғалімдері Танагөзова Сәуле Аутжановна, Сұлтанбекова Жазира Бексұлтанқызы. Музыка пәні мұғалімі Хандина Зәуре Генаятовна. Енді құрметті ұстаздар, түлектеріңізбен бірге мектеп вальсына шақырамыз. Арақтан сенде
Мектеп маңы толыпты жарасымға, ізгілікте мейірім бәр осында. Өмірге қанат қақты жас өрендер, асыл арман гүл атып санасында деп, жүректері лүпіл қаққан қимастық пен қуаныш, аңсау мен арман сезімдері араласқан осынау сәтте шәкірттік сәттің соңғы, өмір жолының алғашқы қадамында тұрған жас түлек. Ендігі сөзді алтын бергі егерлері Абдыжаппар Асқар және Ермырзаев Алмас, Мақсат Аяжан атты түлектерімізге береміз. Армысыздар, нөмірі 13-ші мектептің аяулы ұстаздары мен мектебіміздің директоры Құралай апай. Мектеп білім айдынындағы үлкен кеме. Осы үлкен кемеде әр бала 11 жыл уақытын өткізеді. Аяулы мектебіміздің табалдырығын тарыдай болып аттап, білім алып, таудай болып шыққанымызды байқамайда қалыппыз. Осы жылдар бойы бізге сапалы білім мен саналы тәрбие беріп, үлкен өмірге дайындағандарыңызға алғысымыз шексіз. Мектебіміздің атына кір келтірмеуге, әр кезде сіздер берген ақыл білімімізге сүйене отырып, әрдайым мектебіміздің мақтанышы, еліміздің айбынды және қайсар азаматтары болатынымызға уәде етемін. Ұлы Ыбырай атамыз айтпақшы, ұстаз мектептің жүрегі. Ендеше ұстаздарымызға айтар алғысымыз шексіз. Біз сіздерге шын жүректен отбасыларыңызға бақыт, мықты денсаулық, еңбектеріңізге жеміс тілейміз. Әрдайым шәкірттеріңіздің ыстық ықыласына бөленіп жүре беріңіздер. Алдағы уақытта сіздерді жоғарғы көрсеткіштерімізбен, болашақта ұлы жеңістерімізбен қуанта берейік. Мереке құтты болсын. Вот и прозвенела трель последнего звонка. И мы готовы сказать, что прошли один из самых важных этапов нашей жизни – школу. Но все это благодаря нашим дорогим учителям. Именно то, с каким профессионализмом они подошли к нашей учебе, помогло нам преодолеть все школьные испытания. Но не только школьные знания останутся в нашей памяти, а также ваша доброта и забота к нам уже заняли особое место в нашем сердце. Надеюсь, вы и дальше продолжите заниматься этим важным и благородным делом. Благодарю вас за все. Hello everyone, and first of all I would like to congratulate all the graduates today. Today is our day, and I'm so grateful to all of you that we could become like one big family. We went through all the difficulties together, holding hands, we smiled together and we cried together. We are all only turning 18 now. It means that in the future we will fall 100 times and fly into the sky 1,000 times more. Don't forget that each of us has rights to make mistakes and to have fun, to get crazy sometimes. Let's keep living by making mistakes and falling in love with this wonderful life. Thank you so much, and I love you, all of you. Бүгінгі күн алтын ұя мектебін бітіріп, қияға қанат қағатын жас түлектер үшін ең бір қымбат, ең бір қимас, ең бір ұмытылмас жүрек тебірентерлік сәт. Осы сәтті пайдаланып, бітіруші түлектерімізді марапаттауға рұқсат етіңіздер. Әртүрлі олимпиадалар, республикалық, халықаралық жарыстардан орын алған біздің түлектерімізді марапаттау үшін мектеп директоры Құралай Стыбаевна табыс етеді. Диплом кеңгіру математика барлығы үшін халықаралық зияткерлік конкурсында 3-ші орын алған үшін Абдыжаппар Асқар марапатталады. Дәл осындай мәтінде Сатбаев Ыбырайым марапатталады.
Дәл осындай мәтінде Ермырзаев Алмас Қазақстан облысы бойынша 3-ші орын мадақтама. Математика пәні бойынша Аружан Қырғызбай марапатталады. 2-ші дәрежелі диплом Әбдіжаппар Асқар марапатталады. Математика пәні бойынша. 2-ші дәрежелі диплом математика пәні бойынша Қырғызбай Аружан. Математика пәні бойынша 2-ші дәрежелі диплом Ермырзаев Алмас. Исаева Мадина математика пәні бойынша. 3-ші дәрежелі диплом Сатбаев Ибраим математика пәні бойынша. 3-ші дәрежелі диплом Рабильда Амина математика пәні бойынша. 2-ші дәрежелі диплом Ермырзаев Алмас ағылшын тілі пәні бойынша. 2-ші дәрежелі диплом Батти Дамир ағылшын тілі пәні бойынша. 2-ші дәрежелі диплом Серікбек Аяулым химия пәні бойынша марапатталады. 3-ші дәрежелі диплом Тупбаева Қаракөзайым химия пәні бойынша марапатталады. 3-ші дәрежелі диплом Абдиманап Хабибулла химия пәні бойынша марапатталады. 2-ші дәрежелі диплом Қырғызбай Аружан география пәні бойынша марапатталады. 2-ші дәрежелі диплом Исаева Мадина география пәні бойынша. Мақсат Аяжан география пәні бойынша. 3-ші дәрежелі диплом Бекханат Жаннел география пәні бойынша марапатталады. 3-ші дәрежелі диплом Рабильда Амина география пәні бойынша марапатталады. Қазақстан интернет олимпиадасы 1-ші дәрежелі диплом география пәні бойынша Мадина Исаева марапатталады. Кио олимпиадасы бойынша 3-ші дәрежелі диплом Жаннел Бекханат марапатталады. Диплом 2-12 сынып оқушылар арасында алпамыс 3-ші орын алған үшін Рабильда Исаева Мадина дәл осындай мәтінге 3-ші орын алған үшін диплом. Дәл осындай мәтінге Қырғызбай Аружан 3-ші орын. Алғыс хат Әбдіжаппар Асқарға Талғар аудандық қорғаныс істер білім министрлігінен мадақтама Қуанышбаева Айсел үздік ойыншы 11-ші сынып оқушысы Жаннагүл Сұлтан марапатталады. Дәл осындай мәтінде Талғат Төлеби марапатталады. Алматы облысының білім басқармасы 3-ші дәрежелі диплом Республикалық олимпиаданың облыстық кезеңінде химия пәнінен 3-ші орын алған үшін Қуанышбекова Айсел марапатталады. Мектеп жасына дейінгі шағын орталығы нөмірі 13-ші жалпы білім беретін орта мектепте қоғамдық жұмыстарға белсене араласқан үшін Әбдіжаппар Асқар марапатталады. Құрметті бүгінгі салтанатты мерекеміздің қонақтары, ата-аналар, әріптестерім, өзімнің мына жалпы 11-ші сыныбының барлығы қоғамдық жұмысқа белсене араласты. Бірақ осы Абай атамыздың 175 жылдығына орай мектебімізде үлкен іс-шара өтті. Ол іс-шара аудан көлемінде әжептәуір мақтауға ие болды. Сол іс-шарамызда Абай атамызды сомдаған Әбдіжаппар Асқарды ерекше атап, мектебіміздің әкімшіліктің атынан грамота, одан кейін кубок тапсыруға рұқсат етілді. фотоға түсіп алсаңыздар есептесіз. Қалай болды? Қалайсыздар ма? Сурет болсын. Мен жаңа атап кеттім ғой, бұл мектептің барлық баласына грамота, барлық баласына медаль, орден берсең де артық болмайды. Енді дегенмен де енді өздерінің алған еңбектері неге бермеске? Мына төрде отырған балаларымыз мінекей КВН командасының осы аудан көлеміндегі
жаңағы жүлделі орынға ие болып отырған КВН командасы шығыңдаршы. Мен айтпасам сендерді кім айтады? Мінекей мына осы аудан көлемінде, облыс көлемінде КВН командасында болып, өздерінен кейін жаңағы КВНшілер дейді ғой, жас КВН командасын жинақтап, өздерінің білген біліктіліктерін үйретіп, бүгінгі таңда кәдімгідей жетекші деген атқа ие болып отырған балаларымыз бар. Ол біздің жанымыз, Төлеген жан, содан кейін Бекбақан. Енді құрметті ата-аналар, сіздер келіп көрген шығарсыздар, бұл кісілердің, бұл азамат пен азаматшалардың қойған қойылымдары, айтқан өлеңдері, билеген билері өздерінше бір ерекше. Енді бұны қазір айтпағанда қашан айтамыз? Енді официальный іс-шара екенін түсініп отырмын. Дегенмен де сіздерді енді айтайық енді. Айтатын нәрселеріңіз көп болғандықтан. Сондықтан мына бүгінгі алған марапаттарың құтты болсын. Алайын деп тұрған марапаттарың құтты болсын. Осы мектепке сіңірген еңбектерің құтты болсын. Ақ жол болсын. Қайда жүрсеңдер де осындай диплом, мақтау қағазы, медаль иегерлері болып, жүргендеріне тілектеспін. Ұстаздай ұлышан бар өксігін алтын бұямыз, сіздерге қалай қиямыз. 11-ші А сынып түлектерінің орындауында соңғы вальс. Кешіріңіздер, 11-ші Ә. Неге жетпей ана?
Өрендер кетті, сендерден енді балалық. Тұрсыңдар міне, болашақ күнге жол ашып. Кетігін елдің жетілділер бұл азамат. Бір кірпіш болып дүниеге мына қаланып. 11 жыл оқып, білімің түсті қорлана, аттестат алғалы тұрсың міне деген ордада. Аттестат деген азаматтық куәсі, аттестат деген өмірге берген жолдама дегіле. Көптен күткен қуанышты кезең, 11 жылға төккен теріңнің жемісі, 11 жыл бойы алған біліміңнің белгісі, аттестат алу кезеңі келгендей. Шығыңдар білім шыңына, батамыз осы сендерге, болыңдар үздік тағы да, оқуда да еңбекте дегіле. Аттестат тапсыру салтанатты рәсімі мектеп директоры Қоныспаева Құралай Ыстыбай қызына тапсырылады. Жалпы орта білімі туралы аттестат, алтын белгі. Осы аттестат Абдыжаппар Асқар Алматұлына беріледі. Және де Абдыжаппар Асқар Алматұлы математика, физика пәндерін оқып үйренудегі ерекше жетістігі үшін мақтау грамотасы беріледі. Жалпы орта білім туралы аттестат, алтын белгі. Осы аттестат Әубәкір Аман Бақытжанұлына беріледі. Әубәкір Аман Бақытжанұлы математика, физика пәндерін оқып үйренудегі ерекше жетістігі үшін мақтау грамотасы беріледі. Жалпы орта білім туралы аттестат, алтын белгі. Осы аттестат Бекқанат Жанел Тимур қызына беріледі. Бекқанат Жанел Тимур қызы математика, география пәндерін оқып үйренудегі ерекше жетістігі үшін мақтау грамотасы беріледі. Жалпы орта білім туралы аттестат, алтын белгі. Осы аттестат Ермірзаев Алмаз Қайратұлына беріледі. Аттестат алған түлектер бірден қол қойып кетсек. Ермірзаев Алмаз Қайратұлы математика, физика пәндерін оқып үйренудегі ерекше жетістігі үшін мақтау грамотасы беріледі.
Жалпы орта білім туралы аттестат, алтын белгі. Осы аттестат Исаева Мадина Сағынбек қызына беріледі. Исаева Мадина Сағынбек қызы дүниежүзі тарихы және ағылшын тілі пәндерін оқып үйренудегі ерекше жетістігі үшін мақтау грамотасы беріледі. Аттестат алған түлектер бірден кітапшаға қол қоя кетсек. Жалпы орта білім туралы аттестат, алтын белгі. Осы аттестат Ильясова Диляра Шариязовнаға беріледі. Ильясова Диляра Шариязовна дүниежүзі тарихы, ағылшын тілі пәндерін оқып үйренудегі ерекше жетістігі үшін мақтау грамотасы беріледі. Орта білім туралы аттестат, алтын белгі. Осы аттестат Қырғызбай Аружан Бердібек қызына беріледі. Қырғызбай Аружан Бердібек қызы математика, география пәндерін оқып үйренудегі ерекше жетістігі үшін мақтау грамотасы беріледі. Жалпы орта білім туралы аттестат, алтын белгі. Осы аттестат Қуанышбекова Айсел Ерлан қызына беріледі. Қуанышбекова Айсел Ерлан қызы химия, биология пәндерін оқып үйренудегі ерекше жетістігі үшін мақтау қағазы беріледі. Жалпы орта білім туралы аттестат, алтын белгі. Осы аттестат Махат Аяжан Махат қызына беріледі. Махат Аяжан Махат қызы ағылшын тілі мен география пәндерін оқып үйренудегі ерекше жетістігі үшін мақтау грамотасы беріледі. Жалпы
білім туралы аттестат, алтын белгі. Осы аттестат Серікбек Аяулым Қуаныш қызына беріледі. Серікбек Аяулым Қуаныш қызы биология, химия пәндерін оқып үйренудегі ерекше жетістігі үшін мақтау грамотасы беріледі. Жалпы орта білім туралы үздік аттестат. Осы аттестат Нұрымова Карина Рашидовнаға беріледі. Нұрымова Карина Рашидовна дүниежүзі тарихы, құқық қоғамдану пәндерін оқып үйренудегі ерекше жетістігі үшін мақтау грамотасы беріледі. Жалпы орта білім туралы үздік аттестат. Осы аттестат Рабилда Амина Айдар қызына беріледі. Рабилда Амина Айдар қызы математика, география пәндерін оқып үйренудегі ерекше жетістігі үшін мақтау грамотасы беріледі. Аттестат алған түлектер бірден кітапшаға қол қойса. Жалпы орта білім туралы үздік аттестат. Осы аттестат Топбаева Қаракөзайым Мәлік қызына беріледі. Топбаева Қаракөзайым Мәлік қызы биология, химия пәндерін оқып үйренудегі ерекше жетістігі үшін мақтау грамотасы беріледі. Жалпы орта білім туралы аттестат. Осы аттестат Тұрсын Мұхамметова Ағерке Бекжан қызына беріледі. Қол қойсаға аттестат алған түлектер бірден. Жалпы орта білім туралы аттестат. Осы аттестат Абдиманап Хабибулла Мақсатұлына беріледі. Жалпы орта білім туралы аттестат. Осы аттестат Ахметов Бейбарыс Қасымжанұлына беріледі. Жалпы орта білім туралы аттестат. Осы аттестат Бекмұрат Бекмахан Еркінұлына беріледі. Жалпы орта білім туралы аттестат. Осы аттестат Батти Дамир Джаватқа беріледі. Жалпы орта білім туралы аттестат. Осы аттестат Болатбек Абир әскери ұлына беріледі. Жалпы орта білім туралы аттестат. Осы аттестат Ғайрат Нават Алмас ұлына беріледі. Жалпы орта білім туралы аттестат. Осы аттестат Жанабіл Сұлтан Ерлік ұлына беріледі. Жалпы орта білім туралы аттестат. Осы аттестат Сәтбаев Абрам Идигеевичке беріледі. Жалпы орта білім туралы аттестат. Осы аттестат
Талғат Төлеби Талғатұлына беріледі. Және жалпы орта білім туралы аттестат. Осы аттестат Төлегенов Жан Мұратбекұлына беріледі. Түлектер орындарыңызға жайлассақ. Келесі кезекте 11-ші А сынып түлектері Әбдіжаппар Асқар мен Исаева Мадинаның орындауында біз біргеміз әнін қарсы алыңыздар. Алға ұмтыл тек алда қойған мақсатқа қолсыз еш тайынба сен. Атқан әрбір аңсаңға өмір арқала қолсыз армандарға сен. Болашақ жарқын болсын, бірлікпен отан толсын, жетелейтін бізді тек алға. Біріміз бірге бірігіп басындай, қолымызды алмай, жол жүрміз сонда тек алға. Біріміз бірге бірігіп басындай, бірлігімізді сақтай, жол жүрміз сонда тек алға. Өрленген күн нұрына әркез бол сен тек алда, елім бақыт көңілде. Болашақ жарқын болсын, бірлікпен отан толсын, жетелейтін бізді тек алға. Біріміз бірге бірігіп басындай, қолымызды сақтамай, жол жүрміз сонда тек алға. Біріміз бірге бірігіп басындай, бірлігімізді сақтай, жол жүрміз сонда тек алға. Біріміз бірге, біріміз бірге. Болашақ жарқын болсын, бірлікпен отан толсын, Жетелейтін бізді тек алға. Бірігіп басындай, қолымызды сақтамай, жол жүрміз сонда тек алға. Біріміз бірге бірігіп басындай, бірлігімізді сақтай, жол жүрміз сонда тек алға. Біріміз бірге, қазақ елі, қазақ елі. Атана тәрбиелеп, балапанын әлдилеп аялаған алақанын, болашақта бақ тілеп тұрасыңдар, ойлау менен алдағы балақамын дей келе. Сөз кезегі жас түлектердің ата-аналары атынан мектебіміздің ардагер ұстазы Кемелбаева Бақыт Талжановнаға беріледі. Құрметті ата-аналар, бақытты ұстаздар, аяулы да қимас шәкірттер,
айналайын, бүгін мінекей сендердің өмірлеріңде үлкен есте қалатын, жалпы мемлекетіміздің үмітін ақтайтын жас түлектердің жолдары ашық болсын. Жалпы жаратылыстың заңдылығы еш нәрсе өзінің орнында тұрмайды, өзгереді. Қарапайымнан күрделіге ауысады. Сондықтан мен ардагер ұстаз ретінде, ата-ана ретінде, әже ретінде тек қана еліміздің үмітін ақтайтын, жалпы Қазақстанды мәңгілік ел деп айтып жатыр ғой. Мәңгілік ел ол мына ұрпақ. Ұрпақ әр уақытта мәңгі. Осы ұрпақтың мәңгілігі үшін сендерге қанаттарың талмай, халқыңның қыраны болуларыңа, ата-аналарыңның абыройы болуларына, ата-ананың үмітін ақтауға, ұлағатты ұстаздардың сіңірген білімінің еңбегін ақтауға қуат берсін. Алла тағалам әр уақытта қолдап, қорғап жүрсін. Осы бүкіл ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп, мына ұлағатты ұстаздардың үмітін ақтайды деп Алладан сұраймыз. Алған білімдеріңді ертең ешқандай абыржымай, саспай, білім ол әр уақытта өздеріңе керек. Бірақ мына білімнің пайдаланып, егер бұлай жағдай болып жатса, ешқандай да төмен қарамай, әр уақытта білім алуға үлгересіңдер. Сендерге тек қана үлкен денсаулық, қажымас қайрат, сабырлық тілеймін. Ата-аналарыңның үмітін ақтауға Алла тағалам нәсіп етсін. Жолдарың болсын жаным. Алла тағалам қолдау көрсетсін. Әмін, айтқаныңыз келсін. Келесі кезекте 11-ші Ә сынып түлектерінің сіздерге деген дайындаған биін қабыл алыңыздар. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein? Ты знаешь, все танцуют локтями, все танцуют локтями, все танцуют локтями. Где бы я не был, ты знаешь, все танцуют локтями, все танцуют локтями, все танцуют локтями.
Қымбатты мектеп бітіруші түлектер, алғаш қолына гүл шоғын алып, мектеп табалдырығын аттағаннан бері 20 мыңнан аса қоңырау үнін естідіңіздер. Ал бүгінгі қоңырау үні ерекше. Ол мектеппен қоштасар соңғы қоңырау. Ол балалық шақтың өмір белесіне асыратын қоңырау. Бұл соңғы қоңырау үні балалықпен қоштасу, үлкен өмірмен қауышу үні. Өмірде ілбіп тек көшпей жүретін сергек жол мынау. Құлақтан үнін кетпестей сыңғырла соңғы қоңырау. Сыңғырла соңғы қоңырау. Қоштасады Алтыния мектебің маңдайыңнан сипап өтер көктегін. Сәт-сапар деп қол бұлғаймыз бәріміз, тілейміз біз армандарға жеткеніндей келе, ұлттық бірыңғай тестті табысты тапсыруларыңызға тілектеспіз. Жаңа өмірлеріңізге ақ жол, сәт-сапар тілейміз. Қош, сау болыңыздар! Ә сынып түлектері, алтын белгі егерлері. Сіздерді жас түлектер баннеріне шақырамыз, суретке түсіп алайық. Және фотоға түсу 5 минутқа созылады. Одан кейін алаңды отырсаңыздар.